حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم يا أحمد حمادي يا أحمد حمادي. Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз көпшіліктің назарын аударған интернетте кеңінен таралған Хамут мемо туралы сөйлесетін боламыз. Бұл мем қайдан шыққанын, оның тарихын және неліктен соншалықты танымал болғанын қарастыратын боламыз. Ол туралы қорқынышты аз шындықты осы видеодан күтетін боласыздар. Ал видео басылмастан бұрын қолдау ретінде міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны шертіп комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал ендеше мен бастаймын. Жалпы Хамут мемо алғаш рет әлеуметтік желілерде пайда болып, тез арада үлкен резонанс тудырды. Оның шығу тарихы біршама қызықты, барлығы анимацияланған кішкентай бала кейпіндегі видеодан басталды. Бұл бейне бастапқыда ерекше болып көрінбеді, бірақ интернет қолданушылары оны тез арада мазақ пен күлкіге айналдырды. Бұл мемнің негізгі сипаты Хамут есімді кішкентай баланың ерекше кейпі мен күлкілі қылықтары, оның сыртқы түрі, қимылдары мен бет-әлпетінің анимациясы күлкілі және назар аударарлық болды. Осыдан кейін адамдар осы кейіпкерге әртүрлі дыбыстар мен сөздер қосып, оны мүлде жаңа деңгейге көтерді. Хамут мемо көбіне комедиялық, тіпті кейде сәл қорқынышты бейнелермен байланысты. Бұл оның тартымдылығын арттырады. Көптеген адамдар бұл мемоға өздерінің күлкілі немесе қызықты интерпретацияларын қосып, оны интернеттің түрлі платформаларында бөліседі. Әлеуметтік желілерде таралғаннан кейін бұл мем танымал мәдениетке енді. Бірақ Хамут мемо тек күлкілі болып қана қоймай, кейбір адамдар оны қорқынышты етіп қабылдайды. Бұл оның ерекше және түсініксіз кейпіне байланысты болуы мүмкін. Кейбіреулер тіпті Хамуттың бейнесін үрей тудыратын видеоларға пайдаланады. Мұндай видеолар мемнің танымалдылығын арттырып, оған тағы да назар аудартады. Хамут мемо туралы әртүрлі қауесеттер мен мифтер де бар. Кейбіреулер оны ерекше бір оқиғаның негізінде жасалған деп ойлайды, ал басқалары оның жай ғана кездейсоқ пайда болғанын айтады. Қалай болғанда да бұл мемнің тарихы мен танымалдылығы өте қызықты. Хамут бұл кішкентай бірақ ерекше бала, оның өміріндегі болған оқиға көпшілікті таңғалдырып қорқытты. Бәрі сол бір қараңғы түнде басталды. Бір күні түнде Хамут өз бөлмесінде жалғыз қалып, терезеден сыртқа қарап отырды. Кенеттен ол терезе алдында бір елес тәрізді бейнені көрді. Бұл елес оған қарап біртүрлі күліп тұрды. Хамут бұл көріністен қорқып, тез арада төсегіне жатуға тырысты. Бірақ сол сәтте бөлмедегі шам өздігінен сөнді. Ол қараңғыда не істерін білмей, қорқынышпен бөлменің бұрышында тығылып отырды. Кенеттен бөлмеде біртүрлі дыбыстар естіле бастады. Ол жай ғана желдің үні емес еді. Бұл дыбыстар оған біреудің қадамдары сияқты естілді. Хамут бөлмеде біреудің жүргенін анық сезді. Қорқыныштан дірілдеп, ол басын көрпемен жауып алды. Бірақ ол не істесе де, сол дыбыстар күшейіп жақындай түсті. Бір сәтте ол қолын біреу ұстаған тұрғанын сезді. Қорқыныштан айғайлап, көрпесін ашып қалды, бірақ ешкім жоқ еді. Ол бөлмеде тек жалғыз өз екенін түсінгенде, әлгі елес тәрізді бейне қайта пайда болды. Бұл жолы ол әлде қайда жақын және қорқыныштырақ көрінді. Ол Хамутқа қарап, түсініксіз сөздерді айта бастады. Оның дауысы құлаққа жағымсыз әрі үрейлі еді. Осыдан кейін Хамутқа әр түн сайын осы елес келіп мазасын ала бастады. Ол елес оған әрдайым бір нәрсе айтуға тырысатын. Бірақ Хамут оның не айтқысы келетінін түсіне алмады. Бұл үрейлі кездесулер Хамуттың өмірін түбегейлі өзгертті. Ақыры бір түнде ол елес оған жақындап шындықты ашты. Бұл елес бұрын осы үйде өмір сүрген баланың рухы екен. Ол бала сол үйде қайғылы жағдайдан қайтыс болған. Ол өзінің өлімінің себебін Хамутқа жеткізгісі келген. Хамут бұл құпияны білген соң ол елесті тыныштандыруға тырысты, бірақ сол түннен кейін Хамутты ешкім көрмеді. Оның бөлмесі бос қалды, ал ата-анасы оны таба алмады. Осы оқиғадан кейін бұл үйде тұратын кез келген адам әр түнде сол елесті көреді деген қауесет тарады. Бұл елес әлі күнге дейін өзінің қайғылы тарихын айтып бергісі келетін сияқты. Құрметті көрермендер, бұл оқиға бізге әлемнің көрінбейтін, бірақ өте қауіпті жақтарын көрсетеді. Көп нәрсе бізге көрмейтін, бірақ шын мәнінде өте қорқынышты болуы мүмкін. Сондықтан біз әрқашан сақ болуымыз керек. Ал достар, осылайша Хамут жайлы қорқынышты видео өз мәресіне жетті. Егер де осы видео 20 000 қаралым жинайтын болса, мен Хамут жайлы екінші бөлімін міндетті түрде шығаратын боламын. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыздар, комментарийде өз ойларыңызды қалдырыңыздар.
Хамут тууралуу эмне ойлойсуздар? Келесі видеода кандай тақырыпты козгоганымызды каалайсыздар? Пикирге жаза кетиңиздер. Сиздер менен бирге болгон мен Ереке YouTube арнасы. Келесі кездескенче аман сау болуңуздар.